Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Рамазан айы құтты болсын. Ұстаған оразаларыңыз, тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін сіздерге осындай әдемі бауырдан жасалатын котлеттің рецептін ұсынғым келеді. Сіздер мен Фариза видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бауырымызды осылай турап алдын ала дайындап аламыз, өткізуге ыңғайлы етіп. Содан соң бізге бір дана сәбіз керек, оны да осылай орташа қылып турап аламыз. Бір дана картоп керек, оны да дәл солай турап аламыз. Және бір дана үлкен жуа керек. Барлығын осылай өткізуге ыңғайлы етіп дайындап аламыз. Содан соң барлығын ет тартқыштан тартып өткіземіз. Жақсылап барлығын өткізіп болған соң, осылай бір келкі болғанша араластырып дайындап аламыз. Содан соң осының үстіне тұз, қара бұрыш және 4 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырамыз. Бізде ұн толығымен араласып, сіңіп араласу керек. Мінекей біздің ұнымыз бірігіп, толық араласты. Енді осының үстіне біз бір кеседей толтырып сүт құямыз. Және тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей, енді осының үстіне біз жарты кеседей су құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей, бізде осындай сұйық болып шығу керек. Енді майымызды қыздырып дайындап алдық. Содан соң осылай көз мөлшермен көлемін кішірек қылып құйып шығамыз. Бізде бауырлар өте тез піседі. Сол себепті екі жағын қызарғанда аударып пісіріп аласыз. Мінекей қызарды, мен екінші бетін аудардым. Сіздің рецебіңіз осындай құйылғанда сұйық болып құйылу керек. Кішкене қою болса, су құйып, сүт құйып, тағы да бір жақсылап араластырасыз. Мінекей, мен алып жатырмын, дайын болды. Осылай салфетканың көмегімен, болмаса газеттің көмегімен майын сорықтырып алсаңыз болады. Өте әдемі, өзінің формасын ұстап, шашырамай әдемі шығады. Және мен котлетке жұмыртқа пайдаланған жоқпын. Және ас содасын
пайдаланған жоқпын. Көп жерде жұмыртқа, ас суды пайдаланып жасап жатады. Мен пайдаланбаймын. Дәл осы рецептпен ылғи жасаймын. Әдемі болып, дәмі әдемі шығады. Өте жұмсақ, тез піседі. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, өз ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен Фариза.